Сәлем достар! Кука Бека каналына қош келдіңіздер. Достар, біздің арнамызға жазылып, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Достар, сіздердің пікірлеріңіз, қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Бүгін бізде продукталы влогы. Бүгін біз мама Аслан үшеуміз базарға барып продукт алайын деп жатырмыз. Негізі біз үйде көбінесе Бегім продукт алуға барады. Себебі мен өзім бала қарап үйде отырғандықтан, бір жағынан мама да жұмыста, ол кісінің де базарға баруға қолы тимейді. Вот сол себепті де Бегім баратын продуктіге. Бірақ бүгін мама демалып жатыр. Ауа райы да күшті, керемет болып тұр. Енді вот қазір біз Сары базарға барып продукт аламыз. Достар, мен оқырмандарымның ішінде түсінетін шығар, декреттегі әйелге есіктің алдындағы магазинге шыққанның өзі сондай күшті сезім ғой. Ал достар, онда кеттік Сары базарға продуктіге. Такси шақырып қойған едік. Таксиіміз де уже келіп тұр екен. Қазір даланың ауа райын да сіздерге бір көрсетіп қояйын. Даланың ауа райы күшті, жып-жылы. Вообще салқын емес қой. Біз базарға келдік. Мінекей базардың іші осындай, Қызылорданың Сары базары. Қазір бірінші продукт алуға бармастан бұрын Асланға бір-екі детский киім алайын деп жатырмыз. Алда мама мен Аслан екеуі кетіп бара жатыр. Кеталатын жер. Асланчикке киім алып алдық. Ет алатын магазиннен етті алып алдық. Енді мына жақта продукт сататын магазинге келдік. Осы Сары базардың ішінде бір магазин бар. Ішінде барлық іздеген заттарымыз да бар. Ішінде жаңағы овощтар да сатады, фруктылар да сатады, еще продуктілер де. Бұрынғыдай базардың ішін қазір аралап жүрмейсің. Осындай магазиндер бар. Бағалар да өте тиімді. Іздеген заттарының барлығы табылады. Сондай. Қазір сіздерге бір көрсетіп шығайыншы. Бұл жақта күріштер, тиімді бағада шемішке майлар. Ана жақта китайский суптар. Ана жақта еще тәттілер де бар, іздеген тәттілеріміз де. Ана жақта шайлар бар. Жаймалар. Домашний лапшалар. Нандар свежий, ыстық болып келеді. Бұл жақта печеньелардың түрлері бар. Сулар көп. Мына жақта енді чипсы, крешкелар. Ал мына жақта кір жууға қажетті заттар. Порошоктар. Ал? Я, менікі olsun, бәрі менікі. Продуктымызды алып алып, үйімізге келдік. Осы жаңа продуктлерді үйге кіргізіп, таксиден түсіріп. Ана магазинде деген адам реально көп қойшы. Бүгін демалыс күні, тем более барлығы барып жатыр деймін. Қазір сіздерге не алғанымызды распаковка жасап көрсетейін. Мына жақта шемішке май 5 литрлік, жуа, картошка. Мына жақта алма, банан. Алманың цветін қарасаңыздар, қып-қызыл күшті, е? Одан кейін самсаның тестісі, шай. Одан кейін
помидор, нан, салфетка, сүт. Именно осы сүт бізге ұнап қалды. Әсіресе балаға каша жасағанға жақсы екен дәмі. Одан кейін болгарский перец, сары май. Осы сары майдың дәмі жақсы екен. Конечно, сосын печенье южный, жұмыртқа. Одан кейін ет. Одан бөлек еще тағы шампунь, сабындар жуынатын сондай заттар алдық. Одан кейін Асланға осындай сары және де серый цветіне 2 кофта алдық. Астында осындай штандарымен бірге. Негізінде Асланға біз 2 апта бұрын, 1 апта бұрында киім алған болатынбыз, бірақ уже қысқарып қалды. Негізі баланың киімі бала тез өсіп кете ма, тез қысқарып қалады ғой. Одан кейін мынандай майкалер алдық. Авокадо ұстап тұрған қоян. Аслан! Достар, бүгінгі продукт алу влогымыз аяғына жетті. Видео сіздерге ұнаса, лайк басып пікір қалдырыңыздар. Достар, сіздердің қолдауларыңыз өте маңызды. Біздің арнамызға жазылуды міндетті түрде ұмытып кетпеңіздер, достар. Сау болыңыздар.